Лимонды шырымен мұрын қуысын жуу. Бір тал лимонды бір стақан қайнаған суға қосып, шприцтің көмегімен кезек-кезек танау қуысына жіберу керек. Судың температурасы қанжылым болуы шарт. Картопты қабығымен қайнатып, суын төгіп тастап, басыңызды бүркеп, картоп буымен тыныстаңыз. Барынша мұрынмен демалған жөн. Ескере кететін жайт, бұл қатты ыстық болмауы тиіс. 10 шақты лавр жапырағын қайнатып, үстіне біраз қасық ас содасын және осы мөлшерде ас тұзын қосып, жылы күйде мұрын қуысын жууға болады. Ескеретін жайт, мұрын қуысын жуған соң далаға шығуға мүлде болмайды. 1 шай қасық глицеринді 4 шай қасық сумен араластырып, үстіне 10 тал мумия таблеткасын ұнтақтап қосасыз. Жақсылап араластырып, күн сайын 3 мезгіл мұрын қуысына тамызу керек.